Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге Рабиға Абылова, менімен бірге Боян Айдары қыздар. Ең алдымен видеоны көрмес бұрын лайк басып, каналыма подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Қолдау білдіріп отырыңыздар. YouTube каналымды активно жүргізіп бастадым. Сондықтан алдағы уақытта күшті қызықты видеолар шығаратын боламын. Тіркеліп алыңыздар. Бетімізге макияж жасамас бұрын ең алдымен бетімізге уход жасап аламыз. Жақсылап уходымды жасап алдым мен. Потом осындай Селимакстың SPF кремін жағамын. Бұл SPF крем өте жеңіл, сіздің бетіңізді күніне 8-10 сағат қорғайды. И потом осындай BB крем жағамын. Тоже өте жеңіл болғандықтан мен қолмен жаға салдым. Спонжикпен жағатын болсам, жаңағы спонжик барлық тоналканы жаңағы BB кремді өзіне сіңіріп алады. Сондықтан осылай қолмен жаға салдым. Қыздар, бұл мен қолданып жатқан корейский косметикалар, декоративный косметикалардың барлығы біздің дүкенімізде бар. Заказ берсеңіздер болады, номерім қалдырып кетемін. YouTube, Instagram, TikTok парақшаларыма тіркеліп кетіңіздер. Мен сертифицированный бьюти экспертпін, бьюти блогермін, сонымен қатар профвизажистпін қыздар. Жақсылап жасап алдық. Одан кейін менде күндізгі легкий макияж болғандықтан нюдовый түсті таңдаймын. Мына тен уже менде таусылып жатыр, басқасына жаңарту керек. Басқа түстерін мен уже онша қолданбаймын. Көбінесе қолданатыным қоңыр и қою қоңыр түсті тендерді қолданамын. Осылай жақсылап бояп аламыз, растушевка жасаймыз. Көзімізге осындай кисточкалармен. Қыздар, тоже осындай кисточкаларды мен сіздерге заказ беріп алдырып бере аламын. Заказ берсеңіздер болады. Жақсылап растушевка жасап алдық. Көзді менің жалпы өзімнің көзім кішкентай. Сондықтан көзімді үлкейтіп көрсету үшін осындай тендерді қолданамын. Алдымен қоңыр тен жағып аламын, одан кейін шет жағына осындай қара қоңыр түсті тенді жағатын боламыз. Бұл дегеніміз көзді кішкене визуально үлкейтіп, әдемі көрсетеді, и көзіңіздің астына тоз жақсаңыз да болады. Ол қара қою тенді полный жақпаймыз, тек қана шетіне жағамыз, оны да дұрыстап растушевка жасаймыз. Осылай жақсылап бояп алдық. Енді қазір көзіміздің астына қара карандаш жағамын. Осылай ар жақта ұйықтап жатқан менің 3-ші балам. Бұл таңертең түсірілген видео. Сондықтан ол балам әлі ұйықтап жатыр. Басқа балалар оянып қойды. И осындай қара карандашпен жағамыз көздің астын тоже кішкене үлкейтіп көрсету үшін. Карандаш жаққанда мына көзді полный боямайсыздар, тек қана шетіне жағамыз. Сол кезде көзіңіздің астына да ағып кетпейді, панда эффект бермейді. Тек қана шеткі жағына жағамыз. Осылай. Міне уже көзіміз ашылып келе жатыр, бағана кішкентай еді, енді үлкейді. Мен негізі қасым перманент, қасымды боямаймын. Мына жерде менің қасым уже перманентке 4 жыл болды. Уже түсі өзгеріп қарайып келе жатыр. Маған ұнамайды. Сол үшін кішкене қоңыр тенмен шет жағын чуть-чуть бояп шықтым. Ол үшін қасты кетіру үшін удаление жасау керек екен. 4 жыл болды, уже кетпей жатыр. Еще коррекциясына да бармаған мен бұл қастың ше. Но кетпейді, одан сайын қарайып бара жатқан сияқты. Одан кейін менде кавериттің осындай подводкасын жағамын міндетті түрде. Подводка тоже көзді үлкейтіп, ашып, әдемі қылып тұрады. Жақсылап екі жағын бояп аламыз подводкамен. Бояп алдық. Енді екінші көзімізді бояп аламыз.
әркімнің көзінің формасы әртүрлі, сондықтан әркім әртүрлі бояйды. Менің көзім формасы кішкентай и пухлый болып тұрады, ісіп тұрады. Өзі солай туылғаннан көзім, қабағым ісіп тұрады. Осындай подводка тен жағып алам, сол үшін кішкене көзімнің ісігін біліндірмей тұрады осындай тендер, подводкалар. Ал оларды жақпасам көзім ісіп тұрады. Одан кейін менде осындай люкс визаждың оригинал тушы. Бұл тоже бізде бар, оригинал қыздар, ақпайды. Көздің үстіне де астына да жақсаңыз болады. Мен уже қолданып жүргеніме біраз болды. Ақпайды күшті екен. Кірпігіңізді ұзартады, көзіңізді ашады, әдемі қылып тұрады. Заказ берсеңіздер болады, тоже бізде барлығы оригинал косметикалар. Лайк басып қолдау білдіріп отырыңыздар, видеомды соңына дейін көріңіздер. Алдағы уақытта қызықты контенттер шығаратын боламын. Уход жайлы, макияж, күнделікті өмір, саяхат жайлы пайдалы видеолар түсіретін боламын. Қолдау білдіріп отырыңыздар. Жақсылап жағып аламыз. Көзімізді ашып. И потом ерінді кішкене үлкейтіп көрсету үшін ерніміздің шетіне осындай карандаш для губ жағамыз. Ерніңіз пухлый, кішкене үлкен болып тұратын эффект береді. Үстін астын жақсылап сызып аламыз, четкий қылып, потом ортасында кішкене бояймыз осы түспен. Ана қараңыздар, уже ернім үлкейіп келе жатыр. Байқасаңыздар, менің ернім тоже жіңішке. Осылай ернімді бояп үлкейтіп аламын. Міне макияждың құдіреті осы жерде жатыр, я. Ернімізді үлкейтіп бояп аламыз. Одан кейін менде ортасына қазір матовый помада жағамын, кетпей тұратын ернімізге. Тек қана карандаштың өзі кетіп қалуы мүмкін, я. Сондықтан матовый помаданы міндетті түрде жағамыз. Міне уже ерін үлкейді, кішкене пухлый болды. Слай. Қараңыздар, әдемі болды. Енді қазір менде люкс визаждың оригинал помадасы. Тоже әртүрлі расцветкалар бар, қыздар, бұлардың біздің дүкенімізде. Заказ берсеңіздер болады. Оригинал ұзақ уақытқа жетеді, ерніңізде ұзақ тұрады. Анандай жарып жібермейді ерніңізді. Кішкене басында влажный болады, потом кеуіп ерніңізде матовый болып тұрады. Қараңыздар, міне жағып алдым. Енді вуаля, мінекей әдемі болып шыға келдік. Біздің дневной макияжымыз осымен дайын. Осындай видеоларды көп түсіргенімді қаласаңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басып, подписация батырмасын басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Барлық парақшаларыма тіркеліп алыңыздар. Мінекей, әрбір қыз баласы, әйел адам сұлу болып өзіне қарап, уход жасап, макияж жасап жүру керек. Міне менің бүгінгі қолданған продукцияларым. Ана теннің бәрі жарамай қалды, ауыстыру керек. SPF міндетті түрде. Алда уақытта косметикаларыма обзор жасап көрсететін боламын. Қызықты видеоларды күтіңіз.